Арнамызға жаңа қосылған көрерменге күн жақсылыққа толы болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлы Қазақстан бағдарламасы. Енді Балауса екеуміз бүгінгі жұма таңында бір хитменмен сұхбатпен бастағымыз келіп тұр. Хитмен деп айту себебіміз, құрметті көрермен, Қызыл Раушан десек, барлығымыз тойда билет қой. Бүгін бізде қонақта Ұланғасыр Қами. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Енді Мүмкін мүмкін сізді көріп кейбір жандар танымайды жатқан шығар. Біз дәл қазір жаңа образ деші, прическа. Жаңа образбен енді сәл ғана видеодан үзінді көрсетсек. Бүйтіп қарап отырсаң, кезіндегі 2000 жылдың басында 90 жылдағы бір той сияқты. Бірақ бұл өзі бір байқшысай клиптан үзінді. Жалпы осы клип осылай түсірілген. Бүгін Қызыл Раушан деп отырмыз. Ұланғасыр келіп отырғаның өте қуаныштымыз. Жалпы образдан айтайықшы. Клипта барлығы жерде әуенде сізді үлкен жігіт екен деп ойлайды. Өзің де айтып отырсың. Концерт берсем де екі образбен жүрем. Бірінші Ұланғасыр, бірінші 90 жылғы Ұланғасыр деп. Я енді осы образбен жаңағы енді танылғаннан кейін ба тойларға, басқа жаққа барып жатсақ, шақырған жаңағы тойдың иелері бәрі айтып жатады. Сен жас бала екенсің ғой. Біз жаңа ойлап отырдық, мә ол кісі қазір келеді. Аға деп сөйлейміз ба, қалай сөйлейміз деп ойланған екен. Жаңағы енді мен мұртсыз, даже шашымды алып тастадым. 23 жасым десем, таң қалады бәрі. Шыны керек бізде дайындалдық, бізде ойладық. Бізден үлкен жан деп ойладық, сөйтсек, енді жасың 23-те екен. Енді шыны керек жаңа айтып жатырмыз, видеоның бэкстейджін көрдік деп, видео 6 айдың ішінде 40 миллион қаралым жинаған, иә. Енді бұдан YouTube-тан бір пайда тауып деген сияқты, тағы да бір бейнебаяндар түсіріп, бейнероликтер түсіріп, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Енді қазір өтте қызу жұмыс жасалып жатыр, жасау да керек. Енді біз осы жақын арада альбом шығардық. Альбом 6 жаңа әннен, 6 су жаңа клиптен тұрады. Оны осы жақында ғана шығардық, тұсауын кестік. Ол альбомның аты «Жайлау» деп аталады. Не себептен жайлау? Біріншіден, ішінде «Жайлау» деген ән бар. Екіншіден, өзім бала кезден осы ауылымда қой бағып өскен жандардың бірімін. Сол қой бағып, қиялданып осының бәрін армандадым. Аллаға шүкір, енді арманым орындалып жатыр. Неге енді «Жайлау» деп қой бағу туралы әнде былай енді жоқ екен негізі. Соны шығармасқа деп ойлап шығарған әннің бірі. Және жайлау деген бір еркіндік деген бір мағынаны. Кеңдік, еркіндік. Кең, иә. Жалпы өзім қой бағып көргендер білетті жайлау. Енді бір үзінді бар екен, назар аударып көрейік сол жайлаудан. Болата мекен қойнау, ыстық жер өзіңдейсің қайдау, мүмкін бе саған шақшаймау. Сырқа, 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 сандуға сайра. Ауыл ма? Талды ауыл ма? Енді шын айтсам, негізі Талды ауылында түсірім келді. Енді жаңа Қызыл Раушанның да клиптерін өз ауылында түсірген, басқа жаққа бармай. Енді ауылымда нағыз өзім қой баққан жерімде түсіргім келді. Бірақ біздің ауыл боран, дәл қазір де боран болып отыр. Енді именно сол клип түсіретін кезде Шымкент қаласында да, Қазақстан ыстық жерлерінің өзінде қар болды, өздеріңіз білесіздер. Биыл қысқартты. Содан ойланып, қайда барамыз? Жазға қалдырсақ тағы болмайды. Сөйтіп Түркия еліне ұшып кеттік. Түркияда түсірілген. Түркияға барып түсіріп Жайлауды іздеп Түркияға бардым дейсіз ғой. Ұланғасыр Қами, жайлау, ауыл жайлы клип түсіремді Түркияға барды. Ертең тұрады ғой өрментік жерлерде. Жалпы, жайлау деп жатсың, оны сезіну білу керек, оны бала кезде қой бақтың. Жалпы қай жерде қой бақтың? Қанша жасында? Сол Қарағанды облысы Шет ауданы Талды ауылы. Сол ауылында енді 8-9 жастан бастап бағып жүрдік. Енді күнде бақпайсыз, кезегін келгенде бағасың ғой. Ол кезде қандай әндер айтып жүрдің? Қой баққан адам міндетті түрде ән айтады ол. Ол жерде жаңа наушник тағып алып, өз-өзіңе қиялдап жүресің ғой енді. Сыртынан қарасаң енді бір жынды бала сияқты көрінетін шығарсың, бірақ өзің қиялыңды жаңа наушник тағып алып, қойларға концерт бересің ба, енді бүкіл бір арманыңды. Ашық микрофон, иә? Иә. Барлығын жасауға болады. Енді шыны керек, мен өзімнің атымнан да және біздің көрермендерде сұраған еді, Қызыл Раушанды өзіңіздің жанды дауыста орындауыңызды тыңдасақ. Дәл қазір ма? Иә. Жақсы. Барымыз бірге билейміз, құрметті көрермен. Таңдан жақсы көңілгенмен жұмада Ұланғасыр. Белые розы тербеткен биялаңы, шатунып сүйген ол гүлдер қиял әні.
Ал менің сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан, жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені балар ем қызым болсаң, өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, қалардай болам көз жазып жүзімді алсам, нәп-нәзік бұралған, өзіңсің гүл арман. Оу, ей! Жеңгендер. Енді көріп отқан көрерменде барлығымызды күні бойы осы әнді айтып жүреміз енді. Жалпы бұл әннің клипінде жаңа айтып жатырмыз, 90 жылдардың реквизиттері өте көп. Оның барлығын ауылдан жинадың ба, сатып алдың ба? Жалпы табылмайтын дүниелер бар ғой ішінде. Сол негізі жаңағы комментарийларды оқып отырамыз ғой, көп байқаймыз. Осылар осындай киімді қайдан табу болады? Осылар негізі бар ғой ондай киімдер. Жаңа ауылдардан іздеп қараса негізі көп сақталған. Енді біз өз ауылымыздан жинадық. Жаңа енді хабарландыру жасадым, не істедің? Группа бар ғой әр ауылда қазір. Сол группаға жазып жібердік осындай. Енді ауылдарыңыздың балаларымыз енді клип түсірейін деп жатырмыз. Жаңа көмек қолын созсаңыздар, ескі заттардың бәрін берсеңіздер деп. Ол кісілер де енді ескі затты кім бермейді? Оны берді. Көбіне енді чаттарда жазып жатыр, көмек беріңіздер десе, ақша, жаңа зат сұрайды, бұл кісілер ескі зат сұраған. Содан бергенін алдым енді. Әр түрлі заттар шықты, жаңағы аяқтан бастап киім, кешек бәрі. Кім ақыл айтты, кім көмектесін, ол мына жерде киіну керек, бұл былай тұру керек деген сияқты. Мен жаңағы продюсерім Назерке екеуміз ойластырамыз. Бәрін ойластырамыз бірге. Жаңағы әнді де сол кісі таңдап берген қызыл раушанды. Осы мысалға әнді ол кісі таңдап берсе, мен образды таңдасам, ол кісі тағы бірдеңені таңдайды, өзі стилист жаңағындай. Ойымыз бір жерден шығады. Сөйтіп бірігіп істелген жұмыс. Мен таңдап берген дедіңіз, сонда әнді қайдан алдыңыз? Әнді Амангелді Көшербаев деген ақтөбелік композитордан. Ол кісіні өзі тауып алған. Осындай әндерің болса жіберші деп. Енді ол кезде әндер іздеп жүрдік қой, жан-жақтан композиторларды. Ол кезде ән жоқ сізде, сіз продюсер бар бірақ. Жоқ, ән бар. Бірақ енді әндерді бағжанбай жүрді сол, біз шығарған. Продюсер бар, сонымен ән іздеп жүрдіңіздер. Бір сенім болды, бәрібір шығуымыз керек, бастақ қойдық. Артқа қайтарға жол жоқ. Қайтсаң енді артта қаншама адам қарап тұр. Не болар екен бұлар деп. Продюсеріңіз алыс білеміз, бұндай жұмыс жасайтын продюсер қазіргі таңда өте аз. Енді құрметті көрерменіміз, жайлау жайлы жаңа әнді де тыңдаймыз, әлі сұхбатты жалғасады. Дәл қазір бізде астрологтардың кеңесіне кезек береміз, сәлден соң ән тыңдаймыз. Қаланың иесін аңсап, қаладан келгенде шаршап, сағынып өзіңе барсақ. Суылдақ балалар көп майда, мінгесіп шабағымен тайға, бүлдірген тереттің біз айда. Шырқа, 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 сандуға сайра, қызғалдақ жайна. Шырқа, 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 сезімге бойлау, сағынды қойдау, жайлау. Балғымыз күш беріп ойға, балауса ару қыз ойда, қой бағып жататын сайда. Аман бол ата мекен қойнау, ыстық жер өзіңдей шыңғайдау, мүмкін бе саған құшақ жаймау. Шырқа, 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 сандуға сайра, қызғалдақ жайна. Шырқа, 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 сезімге бойлау, сағынды қойдау, жайлау. Даланың иесін аңсап, қаладан келгенде шаршап, сағынып өзіңе барсақ. Шырқа,
шырқа шырқа сандуға сайра қызғалдақ жайна шырқа 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 сезімге бойлау сағынды қойдау Қандай керемет иә, біз билеп те алдық, ол жерде әнде бұл әннің өзін жаңа айтып Турцияда түсірген, Түркияда түсірген. Енді Ұланғасырға алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгеніңізге және де құрметті қазақ елі, сіздерге Ұланғасырдың айтар бір жаңалығы бар. Ал құрметті қазақ елі, бұйырса біз 23 сәуірден бастап гастрольдік тур сапарына шығамыз. Атырау қаласынан бастап барша Қазақстанның қалаларын аралайтын боламыз. Бұйырса келіңіздер, көріңіздер. Алматы қаласында қорытынды концертіміз күзде болатын болады. Тамаша, керемет, Ұланғасыр, тек сәттілік тілейміз. Осылай тек әндерің бірінен соң бірі хит бола берсін. Енді көрермен міндетті түрде концерттерден қалып қоймаңыздар. Ал енді дәл қазір біз Доброе утро Қазақстан бағдарламасының тізгіншілері Амината мен Талғатты студияға шақырамыз. Қайырлы таң. Қалайсыздар? Жаңа байқап тұрмыз, Ұланғасыр өлең айтып, біз студияда билеп тұрсақ, камераның ар жағында әріптестерімізге билеп тұр. Кстати, да, вы стояли там и танцевали. Спасибо вам за прекрасный эфир. Мы продолжим, и сегодня мы будем, кстати, говорить о Масленице, будем говорить о здоровье, о спорте. И в конце выпуска Талгат попробует сыграть на аккордеоне, да? Ну вот все секреты и вывела, да? Тамаша, сәттілік тілейміз, эфир жақсы өтсін, құрметті көрермен. Бұл күнгі жұмадағы тілегіміз, жұма жақсылыққа толы болсын, алдағы демалыс сәтті өтсін. Я барынша денсаулықтарыңызға қарап демалысты бір керемет өткізіңіздер дегіміз келеді. Тағы да рахмет айтқымыз келеді. Біздің эфиріміздің көркі болған Ұланғасыр Қами деген әншіге алғыс білдіреміз. Тек сәттілік, жүздесейік, жақсылықты жүздесейік, әр шаңырақта. Еуразия бірінші арнасы қосылсын.